Баршаңызға сәлем, сіздермен Олданай. Мен бүгін етті бәліш жасайтын боламын. Ең алдымен Барлық заттарымызды тазалап, осылай кубиктеп тураймыз. барлық заттарды описанияға жазамын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментария басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Менің әрбір түсірген видеом сізге келіп тұратын болады. Міне барлық заттарымызды турап, майдалап, пияз бір немесе 2 штук турасаңыздар болады. Мен фарш қолдансаңыздар болады. Мен фарш қолданбаймын. Өзім қолдан осылай майдалап турағанды жақсы көремін. Менде жылқы еті, қой еті болса да, сиыр еті болса да қолдансаңыздар болады. Міне аздап май қостым. Дәмі деген керемет шықты. Дайын болған қоспамызға тұзымызды, қара бұрышымызды, приправа қоссаңыз, дәмдеуіш қоссаңыз болады. Менде барын қостым. Жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Тестамызға жылы су, сұйық май, ұн керек. Суымызды құйып, 100 мг су, 100 мг сұйық май, кішкене тұз, ұнымызды салып, разрыхитель қоссаңыздар болады. Шамалы көтеріледі. 0,5, яғни жарты шай қасық. Ұнымызға араластырып аламыз да. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырыңызды илеп болғаннан кейін 5-10 минутқа тұндырып қойсаңыз болады. Қамырыңыз тынып болғаннан кейін 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп 2-ін бірдей жайып аласыз. Ауызда еритін өте дәмді етті бәліш күшті керемет болады. Барлық адамдарға үйіңіздегі ұнайтынына сенімдімін. Міне қызып тұрған пешіңізге осылай табамызға қамырымызды салып, үстіне салмамызды саламыз. Салмамызды салып, бетіне екінші жайған қамырымызды, міне екінші қамырыңызды дәл солай салып, жайып, бетін үйетін боламыз. Жай ғана жан жағының барлығын жабыстырып қана қойсаңыздар болады. Немесе мен сияқты өріп, кестелеп дейма қалай айтады. Кестелеп түйсеңіздер болады. Міне самса түйген сияқты барлық шен-шетін қайырып, осылай әдеміше форма болды. Бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағамыз толықтай. Жақсы пісіп, ішіне ауа кіру үшін ортасына тесікше жасап, шамалы ашып қоямыз. 60 минутқа 180 градуста пісіріп.